11 Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектебінің 4-ші сынып оқушысымын. Мен Ыбырай Алтынсарин атамыздың өрмекші, құмырсқа, қарлығаш әңгімесін сіздерге оқып берейін. Атасы 10 жасар ұл баласымен далада келе жатып бабасынан сұрады: "Ана өрмекшіні көремісің? Не істеп жүр?" "Көремін, өрмек тоқып жүр." "Ана құмырсқаны көремісің? Не істеп жүр?" "Көремін, аузында бір тістеген нанның уалшығы бар." "Жоғары қара, аспанда не көрінеді?" "Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр, кесек тістеген шөбі бар." "Солай болса шырағым, бұл кішкентай жәндіктер саған әбірер. Өрмекші маса шыбынға тұзақ құрып жүр, аулап алған соң өзіне азық етуге. Құмырсқа бала-шағаларына тамақ тасып жүр. Бір нанның уалшығын өзі жемей, аузына тістеп қуанғаннан үйіне жүгіріп қайта барады. Қарлығаш балапандарына ұя жасауға шөп жиып жүр. Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сені де Құдай тағала жай жүруге емес, жұмыс жасауға әдеттену керек деді.